сәлем. Менің атым Ежова Дильназ, жасым 11-де. Мен Атырау қаласынан келгенмін. Бір күнім мен сағат 9-10-дарда тұрамын. 11-лерде хор немесе солфеджиоға барамын. Содан кейін 12-де босаймын. Сабақтарымыз басталады. Сабақ оқып отырамыз. Кейде шаршап кеткенде асхана барып, шай ішіп демалып аламын. Сосын үйге қайтамын. Мен мейірімділік пен махаббатқа бөленіп өскен бақытты баламын. Бірақ қазір әкем мен анам бөлек тұрады. Әкеммен араласамын, оның үйіне барып жүремін, ойнаймын. Екі жақтан маған қолдау көрсетіп, киім, костюм, телефон алып береді, Қазақстан дауысына заявка береді, барлығын істейді. Дильназ келе жатыр, өте әдемі, сүйкімді. Қалың қалай? Жақсы. Біздің 4 тәлімгер саған бұрылсын. Жолың болып, жұлдыздың жарқырап, келесі кезеңге өте ғой. Әке бесті, мінекей, сахна өзіңдікі. Әкем мен анам менің болашағым үшін барлығын жасауда. Енді бүгін олардың маған артқан сенімдерін ақтауға тырысамын. Дильназ сахнада. Дайынбыз ғой? Қолдаймыз ғой? Иә. Сен ойындап тұрсың, қолын қалтаңа салып көріп тұрмын сен. Жақсы бәрі. Кімге келді? Мархаба? Мархаба, сен де бір орынбас қой, ә? Ұнап отырса алсаш? Жарайсың. Қандай талғампаз өзі, иә? Киіп алғаны қандай әдемі. Есімін кім айта қойшы? Қай жақтан келдің? Дильназ, қай жақтан келдің? Жасың нешеде? Атырау қаласынан келгем, жасым 11-де. Ай! Қатты басқым келді. Шынымды айтайын, өте қатты ұнадың. Таңдаған әнің, қалай сезініп ана стильдің бәрін ұғып тұрсың. Өте қатты ұнадың. Бірақ сен мұңайма, жарай ма? Дайындал, ұштал. Дильназ, сені жобада көргеніме қуаныштымын. Әрине өте дарынды бала екеніңді қазір соны бізге көрсеттің, дәлелдеп отырсың. Әрине өсе келе әлі үйренерің көп. Енді мына жерде бір сұрақ туып тұр. Сен негізі келген кезде Мен негізі Мархаба Сәбиге барғым келеді. Мен сон жақсы билеп едің ғой, күшті билеп отырдың ғой. Басқым келді. Маған қарайды, бас деп. Мен неге баспадым? Өткен сен сияқты менде балалар бар. Менің тобымда. Сіз енді қосылып жыламаңыз енді. Сіз жұбатыңыз керісінше.
қолдаңыз. Енді бұл жерде оңаятын жер емес, бәрібір сен осы жолды таңдап отырғаннан кейін өнерді сүйіп, өнерге осылай құштарлықпен, кәдімгі ерекше сезіммен келіп отырғанын мен көріп отырмын. Сондықтан да сені жоғары сахналарда көреміз деп ойлаймын. Ансайық тағы да, отбасың жайлы айтып бер. Қанша ағайындысыңдар үйде? Мен өзімнің отбасымда бірақ Сен жалғыз қызсың ба? Мен сияқты екенсің ғой. Онда біз бақыттымыз ғой. Ең тәтті, кәмпиттер, ең жақсы киімдер, бар махаббат бізге ғана ба? Арналған, сондықтан да біз екеуміз бақытты жанбыз. Мойма. Музыкада да, өнерде де, өмірде де жолың ақ болсын. Иә, Ділназ. Осылай жан жағыңа жақсы көңіл күй сыйлап жүретін бір қазақтың әдемі қызы болып өсуіңе тілектеспіз. Бірдеңе айтқысы келіп тұр. Айта ғой. не ғой жұбаныш аға, Не ғой? кішкентай кезімде сізбен түскен фотом бар. Енді қайталамайсыздар ма? Қайталап келіңіздер. Енді мен барып түсейін. Менде телефон бар. Солай. Бар ғой? Менде, иә, мен ұстап Міне, отырмын. фотографтың өзін қара. Ділназ. Түсеміз бе тағы да? Тағы түсеміз бе? Так. 1, 2, 3. Түсіріп аттым. Қандай керемет естелік. Қандай керемет сәт. Стиль. Құттықтаймын сені. Не ғой, Ділназ? Үйлесіп тұрсыздар. Ділназ, рахмет саған. Бала кезде бір түстің, жобада бір түстің, енді үлкен жұлдыз болып, әнші болып, әріптес болып түсуіңе тілектеспіз. Рахмет. Рахмет. Сәттілік саған. Сондай талғампаз киіп алғаның қандай әдемі. Жарайсың. Қандай жылы жүзді, стильді, шәпісі де өзіне жарасымды, сондай әдемі киініп келгеніңе рахмет. Келе ғой. Не ғой? Не ғой? Әрқашан жолыңыз. Не ғой? Рахмет, әрине. Жақсы көріп қалған. Сен жақсы қанаттаймыз. Жақсы. Сәттілік. Сәттілік. Елназ, келе ғой, жаным сол, кел. Анаңның құшағына келе ғой. Жарайсың, қалайсың? Күшті? Болды, міне күшті болды. Дауысың керемет, әдемі. Расымен бізге ұнады. Тоқтама. Келістік пе? Тоқтамайсың ба? Тоқтамайым. Міне, болды, нағыз батыл қыз. Мархаба, сен бір қателік жасаған сияқтысың, осы қызды алуың керек еді. Басқым келді менің. Толыққанды көңілден шықса, мысалы, мархаба қарамай бас беретін еді оны. Мысалы, маған да толыққанды былай жеткен жоқ та, содан кейін бас бере тұрмын. Бізге жалпы оңай болып жатқан жоқ. Балалар өте талантты, талапты болып келіп жатыр. Бәріне де басқым келеді, бірақ ана жүрек сөйлеп тұрады, ішкі түйсік сөйлеп тұрады, ми қосылады, сонымен